Универде оқытылмайды, бірақ сұранысқа ие мамандықтар туралы айтайық. Соңына дейін қараңыз. Қосымша ақпараттар керек болса, Google-ден қарасаңыз болады. Кейбір мамандықтарда үйрететін курстарға сілтеме төменде, бірақ бірінші видеоның соңына дейін қараңыз, оны кейін қарап көрсеңіз болады. Instagram маманы. Карантин кезінде балық сататындарға дейін Instagram ашып кетті. Одан да бұрын Instagram мамандары сұранысқа ие болған. Негізгі қызметі Instagram парақшаны жүргізу. Instagram парақша жүргізу дегеніміз посттар салу, сторис салу, пост жазу, видео салу, оған бәрі кіреді. Instagram парақша неге арналған, сол бағытта жүргізесіз. Айталық, ағылшын тіліне арналған курс туралы болса, сол туралы жазасыз, айтасыз, көрсетесіз дегендей. Stories Maker деген маман бар. Бұл да сол Instagram маманның ішіне кіреді. Олның қызметі айырмашылығы, ол тек қана Instagramға Stories дайындаумен, соны салумен айналысады. Кейбір жерлерде тек қана Stories Maker болып жұмыс жасайтындар бар. Таргетолог. Байқаған болсаңыз, әлеуметтік желілерде сіз неге қызығасыз, немесе қарайсыз, соған қатысты реклама шығады. Таксист болсаңыз, InDriverдің жарнамасы шығуы мүмкін. Осындай жарнамаларды таргетингтік жарнама дейді. Таргетолог маман осындай жарнама жасаумен айналысады. Таргетингтік жарнама көбіне Facebook немесе Instagramда жасалады. Әрине басқа да алаңдар бар, мысалға ВКонтакте деген секілді. Программист. Мен өзім программистпін, осы салаға қызықсаңыз, менің IT саласы туралы каналыма жазылыңыз, сілтеме төменде. Программисттер программа жасаумен айналысады. Программа жасау дегеніміз телефонға қосымша жасау, сайт жасау, холодильниктің программасы, робот жасау секілді барлық салалар кіреді. Машинное обучение деген секілді. Адамдардың өмірін жеңілдету мақсатында бәрін компьютер немесе телефон арқылы жасайтын қылып жатыр. Бұрынғыдай сонға бар, мысалға очередьте тұрудың керегі жоқ, бәрі онлайн. Осындай мәселелерді шешумен айналысатындар, бұлар программисттер. Программисттер болашақтың архитекторлары. Программист болу үшін бірінші не жасағыңыз келетінін анықтап алыңыз. Айталық, телефонға қосымша жасау болса, кейін сол туралы интернеттен ақпарат қараңыз, қалай телефонға қосымша жасауға болады. Сізге қандай инструкция береді, сол бойынша ізденсеңіз болады. Сайт жасаушы маман. Шамамен 6 жыл бұрын сайтта программисттер жасайтын еді. Қазір программистсіз сайт жасауға болады. Осы сала бойынша мамандар пайда болды. Оларды сайт жасаушы маман дейді. Сайттың дизайнын, копирайтингін барлығын дайындап береді. Байқап отырғаныңыздай бірнеше саланы біріктірген. Сайт жасау үшін арнайы конструкторлар қолданады, яғни осы мамандар конструктор қолданады. Мысалы, Tilda немесе Cratium секілді. Сайт жасаушы маман болу үшін осындай бір конструкторлардың кез келген біреуін алып, соны меңгерсеңіз болады. Қосымша дизайн жағынан және копирайтинг жағын үйренсеңіз, бұл да үлкен плюс. Және бұлардың жақсы шыққаны сіздің жақсы маман болуыңызға септігін тигізеді. Үйге ворота жасау үшін OLX-ті аштыңыз делік. Екі жарнама шығып тұр. Біріншісінде жазылған ворота жасаймын деп тұр. Екінші хабарландыруда тұр. Ол жерде 20 жыл кепілдікпен 7 күнде ворота жасаймыз, тегін доставка деп жазылған. Қайсына адамдар көп хабарласатын түсіндіңіз деп ойлаймын. Осындай текст жазумен айналысатын адамдарды копирайтер деп атайды. Оларды сатушы мәтін жазатындар деуге де болады. Тағы бір маңызды сұрақ, бұлардың табысы қанша? Нашар маман болсаң, сенің құның көк тиын, сондықтан маман болғаннан кейін қарау керек. Оған дейін ешкім гарантия бермейді, қандай мамандық болса да. Әдетте тек ақша үшін жүретіндер жаман специалисттер.